Намыңызда қазір мысық екеуміз бірге жейтін болсақ, жақсы болады. Қазір мысығымды шақырайын. Мысығым, мысығым. Мяу. Не болды? Мысығым, мысығым, келе ғой. Ақтағыз бармаймын. Мысығым, мысығым. Ондай болса, сен келмейтін болсаң, өзім ақ жеп қоямын. Мақтағыз, не болды? Мен бағана үй жинап жатып, мейіз тауып алған едім. Соған сені жерге шақырған едім. Ал сен болса келмей қойдың. Ал қазір мейіз қайда? Мен оны жеп қойдым. Неменеге жеп қоясың? Мысығым, сен неменеге не істедің сен мына жерді? Тез маған сүтімді әкеп бер. Мақтағыз, менің құйрығымды қайтаршы. Жоқ, қайтармаймын. Тек қана сен маған сүтімді қайтадан алып кеп бер, сол кезде ғана қайтарамын. Жарайды. Сия, маған сүтіңді бересің бе? Жарайды, бірақ сен маған шөп әкеп бер. Сонда ғана беремін. Жарайды. Ағаш, маған өзіңнің жапырақтарыңды бересің бе? Сен білмейсің маған. Бауырсақтар жақсы пісіпті. Апа, бауырсақтарға қараңызшы, бауырсақтар үрленіп пісіпті. Тұз аз. Бірақ ал менің қамырым ойдағыдай. Ей, құдалар келді. Бар, самауырынға шай қой. Ей, бейбігіл, құдалардың көзінше дымда демей отыр. Түсіндің ба? Ал, құдалар, қалайсыздар? Ал, жолдан шаршамадыңыздар ма? Жүріңіздер, киіз үйдің ішіне кірейік. Шай ішіп әңгімелесейік. Құдалар, тамақтан дәм ауыз тиіп отырыңыздар. Бұл тамақтың барлығын жасаған бейбігіл. Өзі ақылды, өзі пысық. Әй, осыдан артық келін таппайсыздар ау сірә. Бейбігіл, бар, самауырынды алып кел. Ойбай! Ей, не болды? Ей, мынаның ішіне су құймағансың ба? Ойбай! Қайда ғана келдің? Мынау, тайып тұрдым. Бұнда жігіт маған тең емес. Дейді. Ей, күйдіргі! Сайтан, сен тең сайтан.